Баршаңызға сәлем. Бүгін біз панкейк пісіретін боламыз. Өте оңай әрі бір істегенде жасалынатын рецептпен бөлісемін. Бізге керегі 2 жұмыртқа, қант саламыз. Және де тұз. Осыларды жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырған соң, сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Одан соң, ұнның үстіне қопсытқышымызды қосып, жай-жайдан салып отырып, араластырып аламыз. Көп ұн салып қоймаңыздар. Яғни сұйық консистенция шығу керек. Қатты қою болса, дұрыс шықпайды. Одан соң 3 үлкен ас қасық сұйық май құямыз. Міне дайын болды. Осыны 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бір-біріне сіңу үшін. Одан соң табамызды қыздырып алып, жай-жайдан құйып отырып, екі жағынан пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады, және де бір жасағаннан шығатын рецепт. Маған жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар.